Бұл 26 июнь күніне күндік болжам. Тоқты торпақ, егіздер, бикештер, арыстан, мерген үшін 26 июнь күніне күндік болжам шығаратын боламын. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Пікірлеріңізді, видеоға лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Қолдау үшін лайк басып тіркеліп отырыңыздар каналға. Жоғалтып алмас үшін. Так, тоқты телец, тоқты овен 26 июнь не күтеді. Тоқты овен 26 июнь не күтеді. Тоқты овен 26 Бұл общий расклад, жеке расклад, қажет болса 747 460 56 78 WhatsApp номерге шығасыздар. Тоқтылар үшін дейді, жаңа бір бастама, қомақты қаражат, партнерство дейді, бір адаммен бірігіп, қосылып, сол жаңа қомақты қаражатқа қатысты партнерство. Жұбы жоқ адамдар үшін жаңа таныстық болуы мүмкін. Сол қомақты қаражатқа байланысты кедергілер, мәселелер шешу, біраз күту керек болады мына жерде, пауза. Үшінші бір адамдар жақтан кедергі, сол жұмысқа мына жерде соперничество дейді. Кедергі, күресу, ақша келеді, кетеді. Орны бар дейді. Келеді, кетеді. Бала, ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу болуы мүмкін мына жерде. Ұзақ уақыт көрмеген адам, баланың бір оқу, білім алуға, үйренуге, білім алуға, үйренуге, диплом, сертификатқа қатысты мәселелер болуы дейді. Соған қатысты бір екі ойлы боласыз, таныс адамның көмегі керек болады, бірақ шешім қабылдау керек болады, екі ойлы боласыз дейді. Тоқты овендер үшін 26 июнь енді торпақ телец 26 июнь не күтеді. Торпақ телец 26 июнь не күтеді. Торпақ телец 26 июнь не күтеді. Торпақ телец. Торпақ телец 26 июнь не күтеді. Торпақтар үшін 26 июньде не күтеді. Қомақты қаражатқа қатысты кедергілер, мәселелер сіз пландағандай болмай қалуы мүмкін. Нәтижеде сол проблема дейді. Пландайсыз сіз, бірақ сіз ойлағандай болмай қалу, финанстан бір қиындық дейді. Өткен шақтағы сол бір мәселелер, кедергі болады, жұмысқа қатысты, сол финансқа қатысты. Сол мәселеде статный дейді, сіз өзіңіз үшін бір білімді, ақылды, бір статный бір адамның көмегіне жүгіну, бір мәселенің нүктесін қою болғанда бір жұмыстан кету. Жұмыстан кетіп, жұмыста өсу болуы мүмкін, жаңа жұмыс, мына жер ученик, жаңа жұмысқа кіру, мәселелердің нүктесін қою. Финанста қиындық. Торпақтар үшін, егіздер үшін 26 июнь не күтеді. Сообщениеға, комментарий жазатын жерге тайм-код жазып қоятын боламын, тайм-код. Соған қарап, уақыт аралығын, сол уақытқа қарап өзіңізге керекті жолды жорамалдың табасыз.
Егіздер 26 июнь, егіздер близнецы 26 июнь, егіздер близнецы 26 июнь не күтеді егіздер. Егіздер близнецы 26 июнь не күтеді. Таңдау жасайсыз. Выбор бүйтем ба, былай жасайм ба деп екі ой болып. Победа жеңіс дейді. Қуанышты хабар, жеңесіз. Мәселені ара қатынасқа байланысты. Күткен адамыңыз келу болуы мүмкін. Ұзақ уақыттан пландап жүрген бұл кездесу болуы мүмкін. Ара қатынас байланысты. Қомақты қаражат, ақша келеді, кетеді, немесе қосымша табыс ретінде қомақты қаражат дейді. Таныс дос адам арқылы соған қатысты адамдармен кездесу. Жаңа бастама туралы бірақ ойланып отырсыз. Мына жерде сомнение, күмән, проект түзесіз, бірақ өзіңіз сенімсіз болып тұрсыз. Әлі ойда, планда тұр. Көпшілік ортаға бару. Таныс достар кездесуі. Іс-әрекетке қатысты таңдау выбор жасайсыз. Егіздер үшін бикештер. Бикештер арыстан. Бикештен кейін кім? Тоқты, торпақ, егіздер. Бикештер дева. Бикештер дева 26 июнь не күтеді. Бикештер дева. Бұл общий расклад, жеке расклад қажет болса 747 460 56 78 WhatsApp нөмірге шығамыз дейді. Бикештер үшін тағы бір мүмкіндік, кедергілердің жеңіп шығуға дейді, мүмкіндік беріледі дейді. Оған бір өзіңіздің қасыңыздағы адам, жұбыңыз, күйеуіңіз, жігітіңіз көмек болуы мүмкін дейді. Бірақ уақыт күту керек болады. Ара қатынасқа байланысты сол үшінші бір адамдар жақтан кедергі, паузада тұру, болашақ туралы уайымдап тұрсыз, қорқыныш бар. Іштей сол сенімсіздік, қорқыныш, уайым, мына жерде анаңызға, әпкеңізге қатысты, бір әйел кісіге қатысты дейді. Сол бір мәселенің нүктесін қою. Бір адаммен келіспей қалады, ойыңыз бір жерден шықпайды. Іштей бір жалғыздық, уайым. Ешкіммен сөйлесіңіз келмей, жалғыз қалып, қараңғы бөлмеде жатып ұйықтау. Ойланасыз дейді. Денсаулыққа байланысты бас ауруы мүмкін. Кейбір адамдарда шомылуға, суға түсуге бару болуы мүмкін. Бұл общий расклад бикештер үшін. Арыстан мерге. Арыстан 26 июнь не күтеді. 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 Арыстан 26 июнь не күтеді дейді.
арыстандар үшін жұмысты тұрақтылық, бірақ сол жұмыста ақшаға қатысты бір қорқыныш, уайым болып тұр іштей. Не істеріңіз білмей басыңыз қатады, көп ойланасыз дейді. Қуанышты хабар, туған күн, той, бала толуы. Іштей бір ойлану, план түзу, идея дейді. Іштей бір ойлану, план түзу, идея, жаңа бастамаға қатысты, қомақты қаражатқа қатысты дейді. Оған қатысты бір ер адаммен кездесу, жұмысқа қатысты бір мәселелер кедергі болады дейді. Шешілмей қалуы, кедергі, бір адамның көмегіне жүгінесіз, через кого-то дейді. Қаражатыңыз жұмсайсыз. Үшінші бір адамдардың көмегіне мұқтаж боласыз дейді ол адам, ол мәселеде. Достар, танысыңыздың көмегіне жүгінесіз мүмкін. Ер адаммен қатысты ойланасыз, ер адамға қатысты. Удовольствие аласыз, өзіңізді күтіп жүрген, покупки, өзіңізге күтіп жүрген бір зат сатып алу, өзіңізді қуанту, ұзақ уақыт ойлап жүрген мәселені зат жасайсыз дейді мына жерде. Жұмыстағы бір ақшаға қатысты, бір әйелге қатысты обман дейді, алдау, мына жерде бір екіжүзділік, қорқыныш, сондай бір мәселе болады, бірақ жақсы жағынан шешіледі. Стрелец, мерген, стрелец, 26 июнь, мерген, стрелец, 26 июнь, мерген, стрелец, 26 июнь, мерген, стрелец, 26 июнь. 26 июнь, мерген, стрелец, 26 июнь, мерген, стрелец, 26 июнь, мерген, стрелец. Бұл общий расклад, жеке расклад ақылы, қажет болса 747 460 56 WhatsApp номерге шығамыз. 5678 447 5678 дейді. Ойланып, рассудительный дейді. Анализ жасап, ойланып, шешім қабылдау керек болады сізге дейді. Ақылға салып көп ойланасыз. Мүмкіндікті бірақ күту керек болады дейді. Сол мәселелерді шешуді, кедергілерді шешу үшін уақыт керек болады. Соған қатысты әйел кісімен кездесу, ол ақылды, білімді дейді. Адвокат, юрист, оқытушы, мұғалім. Сондай бір әйел кісімен кездесу, бір мәселенің нүктесін қою. Бірақ оған біраз уақыт күресесіз, энергияңыз жұмсайсыз дейді. Бірақ мына жерде қуанып тұрсыз сол мәселенің жақсы жағынан шешілгеніне. Қуанып тұрсыз дейді, екі ойлы болып шешім қабылдау қиын болады. Таныс адамның, мына жерде таныс бір адамның жағынан бір алдау, өтірік, обман сезесіз өзіңіз іштей. Шешім қабылдау қиын болады сізге дейді. Бұл мергендер үшін общий расклад 26 июньге қатысты. Жеке расклад қажет болса 747 460 56 78 номерге хабарласамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Жоғалтып алмас үшін, қолдап отыру үшін алдағы уақытқа күндік, айлық болжамдап шығарып отыратын боламын.